Қайырлы күн достар, бұл Медикон білім арнасы сіздермен Алихан Ғаниұлы, және бүгін біз биопотенциалға арналған сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз. Бүгінгі тақырып әрекет потенциалы. Әрекет потенциалы деп жазушылар жұмыс атқарып қозу сатысында болғанда оларда кездесетін потенциалды айтады. Мысалы, мен қазір сөйлеп тұрмын, яғни менің сөйлеуге қатысатын барлық бұлшықеттерім, және қимылға қатысып отырған барлық қол бұлшықеттері қазір қозу сатысында деген сөз. Демек, оларда қазір әрекет потенциалы жүзеге асуда. Бүгінгі сабағымызда осы әрекет потенциалының иондық механизмдерін және оның схема түріндегі сызбасын сызып түсіндіретін боламыз. Жалпы алғанда, бұл біздің клеткадағы иондық каналдар мен иондық насостардың құрылысы. Біз өткен сабағымызда, естеріңізде болса, биопотенциалдарға тоқталып өткен боламыз, және ондағы біз иондық электрофизиологияға тоқталып өттік. Сол себепті, егер өткен сабақты көрмесеңіздер, алдымен соны көріп, ондағы норма құрылыстармен танысып алғандарыңыз жөн. Сонымен біз өткен сабағымызда айтқан болатынбыз, жазушыда екі түрлі потенциал кездеседі. Ол мембраналық тыныштық потенциалы және әрекет потенциалы. Өткен сабағымызды бір еске түсіріп өтсек, мембраналық потенциал кезінде бізде тек қана жай иондық каналда жұмыс атқаратын, және мембраналық тыныштық потенциалындағы негізгі биопотенциал көзі ол калий иондар еді. Бүгін әрекет потенциалында біз одан бөлек тағы да үш түрлі иондық құрылымдардың қатысатынын көреміз. Олар потенциал тәуелді натрий каналдары, потенциал тәуелді калий каналдары және натрий-калий атефаза насосы. Осы үш құрылыммен өткен сабағымызда жай иондық каналдардың қатысуымен бізде әрекет потенциалы жүзеге асады. Енді ол қалай жүзеге асады, соған тоқталсақ. Әрекет потенциалы басталу үшін жасушаға қандай да бір тітіркендіргіш әсер ету керек. Және бұл жерде біз бір нерв ұшынан медиатор бөлінді дейік. И ол ең бірінші кезекте оның клеткаға белсендендіргіш әсері ол потенциал тәуелді натрий каналдарынан басталады екен. Бұл жерде клеткадағы барлық натрий каналдар ашылып кетпейді, тек қана бірең сараң, яғни сол тітіркендіргішке жақын жатқан натрий каналдары ашылып, и жасуша ішіне баяу түрде натрий иондары кіріп бастайды. Яғни бұл клетканың тыныштық потенциалы -90 милливольт деп алатын болсақ, осы -90 милливольт келе жатыр еді, и осы жерде бір тітіркендіргіш әсер етті. И жасушаның ішіне натрий иондары кіріп бастады да, жасушаның ішкі мембранасы теріс зарядтан оң зарядқа қарай ауысып бастады. Сәйкесінше бұл жерден енді схемада біз оның зарядын арттырамыз. Яғни осылай баяу артып келе жатыр. Сөйтіп, бұл жерден тітіркендіргіш әсер ете берді. Натрий иондық каналдар арқылы натрийлер еніп бастады, және олардың енуі көбейе бастады. И бір кезде ол қозу табалдырығына жетті, -60-қа. Дәл осы қозу табалдырығына жеткен кезде уже клеткадағы барлық потенциал тәуелді натрий каналдары ашылады екен. Өйткені ол қозу табалдырығына жетті, жасушаны қозуға ауыстыратын белгілі бір межеге жетті деген сөз. Ол межеге жетсе, енді жасуша тыныштық күйінен қозу күйіне өтеді. Қозу күйіне өткен кезде барлық клеткадағы потенциал тәуелді натрий каналдары ашылып, натрий қарқынды түрде кіре бастайды. И сәйкесінше біздің схемадағы сызбамыз тез арада оң мәнге қарай ұмтылады. Яғни ол басында қозу табалдырығына жеткенге дейін баяу көтеріліп келе жатыр. Себебі бұл жерде бірең сараң ғана потенциал тәуелді натрий каналдар жұмыс атқарды. Ал қалай ол қозу табалдырығына жетті, сразу барлық каналдар ашылды, біздің схемамыз уже қиғаш сипаттан тік сипатқа ауысты. Бұл бірінші кезең. Бірінші кезең бізде деполяризация деп аталады. Деполяризация. Одан кейін ол белгілі бір оң мәнге жеткен кезде, мысалы +30 милливольтқа жеткен кезде, дәл осы кезде бізде клетканың мембранасындағы потенциал тәуелді натрий каналдары жабылып қалады екен. Яғни бұл үшін, яғни максималды деген сөз. Бұл натрий каналдар жабылды, натрий иондары енді ішке кіре алмайды. Дәл осымен бір уақытта потенциал тәуелді енді калий каналдар ашылады. Сөйтіп, ол керісінше клетканың ішіндегі калий иондарын жасушаның сыртына шығарып бастайды.
жасуша өзінің оң зарядталған иондарынан айырылды. Сәйкесінше ондағы заряд та енді төмендей бастайды. Сөйтіп өзінің бастапқы мембраналық потенциал кезіндегі зарядына жетеді. Осы кезде бізде екінші кезең басталады. Ол реполяризация деп аталады. Реполяризация. Яғни полярлықтан алыстау деген сөз. Сөйтіп оның заряды бастапқы күйіне дейін жетеді. Ол қайтадан минус 90 өзінің бастапқы зарядына келген кезде, енді бұл жерде қайтадан калий иондары жабылады. Сөйтіп өзінің бастапқы зарядына жетеді. Бірақ бізде бұл сонымен қатар бір уақытта әлі жай иондық каналдар бар. Және жай иондық каналдардың калий ионына артқы өткізгіштігі жоғары еді. Мынау потенциал тәуелді калий каналдар жабылғанмен де жай каналдар әлі жабылған жоқ. Сол себепті бұлардан да калий иондары әлі де шығып жатыр. Сол себептен де потенциал тәуелді калий каналдары жабылғанмен әлі ол клетка өзінің оң зарядынан айырылып жатыр. Сол себепті бұл кезде енді ол бастапқы мембраналық потенциалынан да төмен зарядқа ауысып кетеді. Яғни түсіп кетеді. Бұл бізде үшінші кезең. Үшінші кезеңді біз теріс іздік потенциал дейміз. Потенциал. Яғни бұның туындау механизмі ол потенциалға тәуелсіз жай иондық каналдардың ашық болуына және ол жерден калий иондарының жасуша сыртына көптеп шығуынан сәйкесінше жасуша өзінің оң зарядтарынан айырылып, оның потенциалы төмендеп кетті бастапқы тыныштық потенциалына қарағанда. Бұл кезде енді натрий калий атефаза өзінің жұмысына кіріседі. Бұның механизмін біз өткен сабақта айтқан едік. Яғни ол қалай? Ол клетканың ішіне кірген натрий иондарын шығарады. Натрий иондарын. Және сонымен бір уақытта калий иондарын қайттан жасуша ішіне кіргізеді. Осы механизм салдарынан ол өзінің қайтадан калий қорын толтырып алады және жасуша ішіне енген артық натрий иондарын жасушаның сыртына шығарады. Солай ол қайтадан өзінің бастапқы мембраналық күйіне көшетсе, сәл жоғарылап барып, қайтадан бастапқы қалпына келеді. Бұны төртінші кезең деп алсақ болады. Ол оң іздік потенциал деп аталады. Потенциал. Әрекет потенциалы кезінде біз осындай кезеңдерді ажыратамыз. Яғни бұл бізде әрекет потенциалының схематичный түрі. Сонымен қатар бұл жерде сіздер әдебиетті оқыған кезде тағы да екі терминді кездестіресіздер. Ол шың потенциалы және овершут деп аталады. Шың потенциалы деп қозу табалдырығынан жоғары жатқан схеманың бөлігін айтамыз. Шыңға ұқсап тұр ғой. Яғни қозу табалдырығынан жоғары жатқан. Оның екі бөлігі бар. Ол оң және теріс сызық бөлігі. Осыны біз шың потенциалы деп атаймыз. Ал овершут дегеніміз бұл оң мәнде жатқан, яғни нөлден жоғары жатқан. Мына жер бізде овершут деп аталады. Овершут. Ал мынау қозу табалдырығынан жоғары жатқандар ол шың потенциалы. Жалпы схема әрекет потенциалы. Ал мынау мембраналық потенциалдан төмен жатқан және жоғары жатқанда біз жалпы іздік потенциал деп атаймыз. Потенциал. Жалпы әрекет потенциалының схемасы осындай. Адам ағзасындағы клеткалардағы жалпы әрекет потенциалының схемасы осындай болды. Бірақ кейбір
клеткаларда бізде натрий, калий иондарымен қатар кальций иондарының да қатысуы болады. Мысалы, жүрек кардиомиоциттерінің әрекет потенциалын каналда жүрек физиологиясы тақырыбына арналған сабақтарымыздан таба аласыздар. Арнайы оның бөлек әрекет потенциалының схемасы мен түсіндіру жұмыстары бар. Осымен бүгінгі біздің әрекет потенциалына арналған сабағымыз өз мәресіне жетті. Келесі сабақтарда кездескенше аман сау болыңыздар.